7-ші бала Қазақстан, осы Түркістан облысында туылады. Әрбір 7-ші мектеп оқушысы ол біздің Түркістан облысымызда. Қазіргі таңда Түркістан облысында 155 мыңнан астам балаларымыз тек мектепке дейінгі ұйымдарда тәрбие мен білім алып отыр. 520 мыңнан астам балаларымыз мектепте оқиды. Кейбір облыстарда ол бір облыстың халқы деп айтуға болады. Сол себептен де бұл негізгі осы бағыт балаларды қорғау, оларға білім беру және тәрбие беру, дұрыс қоғамға шығару, ол деген ең басты мақсатымыз осы Түркістан облысында сол бірінші бағыт деп айтуға болады. Сондықтан да мынау бүгінгі мерекеміз құтты бола берсін, жылма-жылға осы мерекеге аман есен жете берейік, елімізде тыныштық болсын.